Депрессия деген не? Одан қалай шығуға болады? Депрессия бұл тек көңілсіздік емес. Кейде өмір қызықсыз, мағынасыз болып көрінеді. Күліп жүрсең де ішкі жан дүниең бос сияқты. Бұл жай ғана жаман көңіл-күй емес, бұл депрессия болуы мүмкін. Депрессия деген не? Депрессия бұл психологиялық ауру, оның белгілері: көңілсіздік, ұйқы бұзылуы, қызығушылықтың жоғалуы, өз-өзіңді кінәлау, шаршаңқылық. Мұндай жағдайда адам айналасынан алыстап, тұйықталып кетеді. Өз-өзін түсіне алмайды. Не істеу керек? Ең бастысы үнсіз қалмау. Міне бірнеше кеңес. Бірінші, денеңізді қимылдатыңыз. Жеңіл жаттығу, серуен көңіл күйдіреді дейді. Екінші, ойыңызды қағазға түсіріңіз. Күнделік жүргізу ішкі эмоцияны реттеуге көмектеседі. Үшінші, музыка тыңдаңыз, кітап оқыңыз, жақсы дүние жанға ем. Төртінші, жақын адаммен сөйлесіңіз, досыңызға ашылып сөйлесіңіз. Оған ауыр болса психологқа барыңыз. Психолог сізге қолдау көрсететін, бағыт беретін маман. Көмек сұрау әлсіздік емес, батылдық. Есіңізде болсын, депрессия бұл өмірдің соңы емес, бұл емделетін, жеңуге болатын жағдай. Өз-өзіңізге мейірімді болыңыз, жолыңыз ашық болсын. Осындай пайдалы кеңестер үшін арнаға жазылып, лайк басыңыз. Біз сізбен біргеміз.